Шұжықтың 40% ғана ет және ол еттің сапасы төмен. Қосымша өнімдер құрамында өте көп. Қалғаны соя, крахмал, желатин, тағамды қоспалар. Шұжыққа қызғылт түс беру үшін қатерлі ісік ауруын тудыруы мүмкін нитриттер қолданылады. Өнімнің құрамына фосфаттар қосылады және бұл кальцийдің сіңуін нашарлатады және остеопороз бен рахитті тудырады. Дәрігер-нутрициолог ретінде сатып алғанда өнімнің құрамына мұқият назар аудару керектігін ескертемін. Егер мүмкіндік болса, магазиннен, дүкен сөресінен сатып алмай-ақ, оны үйіңізде өзіңіз дайындауға кеңес беремін. Қай шұжықты алсаңыз да, ішіне қосылған өнімнің барлығы майдаланып, тартылған күйде ұсынылады. Соның салдарынан шұжық тез сіңіп кетеді. Бұл денсаулыққа әсіресе асқазанға зиян. Өйткені асқазанға түскен кез келген тағам баяу сіңуі керек. Егер шұжықты шамадан тыс көп пайдаланса, адам денсаулығы нашарлап, семіздік, артериал гипертензия, атеросклероз, асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігін тудырады. Көбіне тоқ ішек пен тік ішек қатерлі ісікке тез шалдығады. Оған қоса шұжық еті қатты өңделген өнімге жатады. Сол себепті шұжық өнімдеріне тұзды, түрлі майлы қоспаларды қосады. Бүгін қызыма супермаркетте ешқандай таза құрамды шұжықтың жоқтығын көрсеттім және оны тағам ретінде пайдаланбауға үгіт-насихат жүргіздім. Ал сіздер магазиннен колбаса аласыздар ма? Және қандай түрін аласыздар? Құрамын оқисыздар ма? Қаншалықты қызыңызбен супермаркетке барасыз? Супермаркеттен қызыңыз не таңдайды? Осы жөнінде комментарийге жазып қалдырсаңыздар.